Ахуновтың «Ұстаздың оралуы» романына ортағасырлық ұлы ойшыл, жұлдызшы, музыка теоретигі, философ, математик, кемеңгерлігі мен терең білімділігі үшін екінші ұстаз атанған Қыпшақ даласының тумасы Әбу-Насыр әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Әл-Фарабидің ой-арманының, пікірінің өз дәуірінің идеялық, рухани, діни, сондай-ақ күнделікті тұрмыстағы талап-тілегі мен ұстанымымен үндеспегінің қайшы болғанын көрсетеді. Басты кейіпкердің қилы оқиғаларды басынан кешкен қиын тағдырын тізе отырып, оның жан дүниесін ең нәзік тұстарын жеткізе отырып, жазушы ғалым ағартушының әсерлі және әдемі бейнесін жасайды. Сайраған құстар әні оны көптен бері арман етіп жүрген музыка жайлы кітап жазуға итермелейтін. Парақ-парақ қағаздар бетінде музыкалық ноталардың толып жатқан белгілері жазылған. Құстар үнінің ырғақты саздарын ден қоя тыңдап, әр дыбысқа дәл анықтама беруге тырысатын. Музыка жайлы өзінің ойларын, түйгендерін қағаз бетіне түсіріп, оның тарих мен теориясын жүйелеумен шұғылданды. Ол сонау жас шағында, заманның тынышында, отырардағы ғаламат бай кітапхананың ішін емін-еркін жайлап, сол уақытта музыкант болуды армандайтын. Арманына жетті де, бүгінде музыка ойнаған сәттегі мұның өнеріне құл да, сұлтан да тамсанады. Басқа тілді үйрену, зерттеуді ол бала шағынан ұнататын. Ол әкесінің таң-тамаша қайран қалдырып, араб және парсы көмістерімен ғана емес, отырарға жел ұшырған қаңбақтай боп келген шарап жасаушы гректермен де, саудагер халдейлермен де оп-оңай сөйлесіп кететін. Сірә сол себептен де оны әкесі өлгеннен кейін 20-ға енді ғана жеткен өзі мерген музыкант қасиетті Құран кітабын жатқа біліп қана қоймай, оны батылы жетіліп, талдау жасайтын өрімдей жас сарбазды отырар әміршісі сыйлықтар тиелген керуенге қосып, Қыпшақ жүздігінің басшысы етіп, Бағдатқа ұлы халифке қызметке жіберген болар. Қаншама ертерек тұрдым десе де, таңертеңгі жанын жадыратар осы бір шақ ұзаққа созылмайтын. Бірнеше сағаттың өзі ол математикалық есептерді шығарудың және оны теориялық формулаларға айналдырудың қызығымен отырғанда, немесе Аристотель ойының өрістеу жүйесін қадағалап, оның ақындық, яғни метафизикасын көне грек тілінен араб тіліне аударып отырғанда, қас қағым сәттей боп өте шығатын. Ол қолжазбасын күннің көзі төбеден төніп, жазық үстін қыздырып, құстардың үні басылып, бал арасы гуілдей бастаған кезде ғана қобдишасына салатын. Бұл уақытта райхан гүлдері мен жүзім жайқалған бауын таңертеңгі судан шығарып, боп лашық иесі күзетші қарт Мұрат та қайтып оралатын. Күзетші Әман да тоқма шелегін толтырып, өрік және райхан гүлінің бір бұтағын әкеліп беретін.